Рамазан айы 3 бөлікке бөлінгенін білесіз бе? Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Бүгін сіздермен өте маңызды, әрі көп адам біле бермейтін бір керемет тақырып жайлы сөйлесеміз. Рамазан айы жай ғана ораза ұстайтын ай емес. Бұл рухани жаңару, кешірім сұрау, жүректі тазарту және Аллаға жақындайтын ерекше уақыт. Ал ең қызығы, Рамазан айы 3 бөлікке бөлінгенін білесіз бе? Көп адамдар бұл жайлы естімеген, бірақ пайғамбарымыздың хадистерінде Рамазанның әр 10 күндігінің өз ерекшелігі, өз сыйы бар екені айтылған. Ендеше бірге білейік. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, видеоның таралуына үлес қосыңыз. Бірінші бөлік алғашқы 10 күн, мейірім күндері. Рамазан айының алғашқы 10 күні Алланың ерекше мейірімі түсетін күндер деп аталады. Бұл кезеңде Аллах тағала пенделеріне ерекше рақымын төгеді. Яғни, жасаған жақсылықтарымыз еселеніп жазылады. Дұғаларымыз тез қабыл болады. Жүрек жұмсарып, иман күшейеді. Сондықтан бұл күндері ең көп жасалатын амалдар Құран оқу, дұға ету, садақа беру, адамдарға жақсылық жасау. Бұл кезең Рамазанға үйрену уақыты. Адамның рухы оянып, жүрегі тазалана бастайды. Екінші бөлік ортаңғы 10 күн, кешірім күндері. Рамазанның екінші бөлігі кешірім кезеңі. Бұл күндері Аллах тағала пенделерінің күнәларын кешіруге дайын тұрады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан: кім Рамазанда шынайы тәубе етсе, оның өткен күнәлары кешіріледі. Сондықтан осы 10 күндікте ең маңызды амал тәубе ету. Яғни, өткен қателіктер үшін кешірім сұрау, жаман әдеттерден бас тарту, адамдардан кешірім сұрау, жүректі таза ету. Бұл кезең адам өмірін өзгертуге ең қолайлы уақыт. Үшінші бөлік соңғы 10 күн, тозақтан құтылу күндері. Рамазанның соңғы 10 күні ең қасиетті кезең. Бұл күндер тозақтан құтылу уақыты деп аталады. Дәл осы кезеңде қадір түні болады. Періштелер жерге түседі, тағдыр жазылады, дұғалар ерекше қабыл болады. Қадір түні 1000 айдан да қайырлы түн. Яғни бір түндегі құлшылық 83 жылдық ғибадатпен тең. Сондықтан соңғы 10 күнде түнгі намаз көбейту, Құран оқу, көп дұға жасау, мешітке бару, игі амалдарды арттыру өте маңызды. Неге Рамазан 3 бөлікке бөлінген? Бұл Алланың үлкен даналығы. Рамазан адамды біртіндеп тәрбиелейді. Алғашқы күндері жүректі жұмсартады, ортаңғы күндері күнәлардан тазартады, соңғы күндері тозақтан құтылуға мүмкіндік береді. Яғни Рамазан толық рухани өзгеріс мектебі. Ең өкінішті нәрсе қандай? Ең өкініштісі адам Рамазанға кіріп, бірақ өзгермей шығуы. Ораза ұстап, бірақ ашуланса, ғайбат айтса, уақытын бос өткізсе, онда Рамазанның негізгі мақсаты орындалмайды. Рамазан тек аш жүру емес, Рамазан жүректі тәрбиелеу. Қорытынды, ендеше құрметті көрермен, Рамазанның әр күнін бос өткізбеуге тырысайық. Алғашқы 10 күн мейірімге бөлену үшін, ортаңғы 10 күн кешірім алу үшін, соңғы 10 күн тозақтан құтылу үшін берілген. Бұл жылына бір рет келетін, өмірімізді өзгерте алатын ең үлкен мүмкіндік. Оны қадірлейік. Егер осы сияқты пайдалы мәліметтерді жиі көргіңіз келсе, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Ал басқалардың да пайдалы мәліметті біле жүрсін десеңіз, видеоның таралуына үлес қосыңыз. Алла баршамыздың оразамызды, дұғаларымызды, ниетімізді қабыл етсін. Әмин.